Өзім мұғалім ретінде қазіргі таңда негізгі бізде Қазақстанда жайлы мектептер салынып жатыр. Ол бізге, мұғалімдерге және келе жатқан, өсіп жатқан ұрпаққа өте қолайлы нәрсе. Өйткені бізде сол инновация арқылы медицинадан дамып жатыр, искусственный интеллект дейді. Сол біз мұғалім ретінде бізде соны қолданып жатырмыз. Біздің балалар өте прогрессивный дейді ғой, сондай болып өсіп жатыр. Қазіргі таңда мемлекеттер негізгі мемлекеттің байлығымен емес, біліммен есептеледі деп ойлаймын. Біздің білімді ұрпағымыз әр мемлекетке бәсекелес ретінде көріне алады. Өйткені мен сол ұрпаққа сенемін, өзім ұстаз болғандықтан. Қорытындылай келе, жаңа конституция негізгі білім мен ғалымға басымдылық беріп жатыр. Ол болашаққа деген жақсы инвестиция. Өйткені білімді ұрпақ мықты мемлекет деп есептеледі.